Қалың елім қазағым қайран жұртым. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп екі ұртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңге қыртың. Абай Құнанбаев, қалың елім қазағым қайран жұртым. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Өз сөзіңнен ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қыртың. Құнанбаев, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар елдан асы. Қиыннан қиыстырар елдан асы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс іш жұмырт болсын айналасы. Бөтен сөзбен бүлінсе сөз арасы, бұл ақынның ақынсыз беймарасы. Айтушы мен тыңдаушы бәрін надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Ғылым бар деп ескермедім. Жасында ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұрақ тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сөрмесем үстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баламды оқуды жек көрмедім. Абай Құнанбайұлы 7-ші қара сөз. Анадан бала екі түрлі мінезбен туады. Бірінші ішсем, жесем, ұйықтасам деп қана жүреді. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақ үй бола алмайды. Екіншісі білсем, көрсем, танысам екен деп қана жүреді. Бұлар жанның құмары. Бұлар адам шуласа, иттер үрсе, мал шуласа, ол немене, бұл немене, ол неге бүйтті, ол неге сөйтті деп таңданып қарайды. Сырнай керней болса даусына қызығып, тамақтың бетіне басып қарап, аузына салып дәмін көреді. Бұлардың бәрін жанның құмары деп атайды.